Сәлем ақылды балақайлар. Бүгін біз мемлекеттік рәміздер жайында айтатын боламыз. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігін, елдің саяси мәртебесін көрсететін атрибуттардың бірі. Рәміздер әр елдің өмір салты, тарихы, бүгіні мен болашағынан сыр шертеді. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба және әнұран болып табылады. Бұл қазақ елінің ажырамас бір бөлігі іспетті. Сондықтан да Қазақстан Республикасының әрбір саналы азаматы мемлекеттік рәміздерді құрметтеп, қадір тұтуы парыз болып саналады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы аспан түстес көгілдір. Ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген. Шеткі жағында қазақтың ұлттық оюы көрініс табады. Бұл мемлекеттік рәміздің авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды. Көгілдір түс аясында қазақтың қара шаңырағы бейнеленген. Ал шаңырақтан тараған уықтар күн сәулесі іспетті. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздағы қанатты пырақ бейнесі орналасқан. Жоғарғы бөлігінде бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазуы бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтың, аңыздағы қанатты пырақтың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Бұл белгілердің өзіндік мәні мен мағынасы бар. Авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков, Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны өр рухты оятып асқақтатады. Тарихымыздан сыр шертетін әр шумағы жадымызда жатталып қалғандай. Тәуелсіз еліміздің әр азаматы әнұранның сөзін жатқа біліп, орындаған сәтте оң қолын жүрегінің тұсына қоюы міндетті. Ал авторларына келер болсақ, музыкасын шығарған композитор Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмиденов пен Нұрсұлтан Назарбаев. Рәміздер балабақшалардан бастап мемлекеттік мекемелердің ғимараттарында көрнекті орындарға қойылған. Бұл еліміздің болашағы, жастардың өз отанына деген шексіз махаббатын оятуға, елін жерін сыйлап қастерлеуге насихаттайды. Достар, бұл шығарылым сендерге пайдалы болды деген үміттемін. Ендеше біздің каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.